Мынауың родной краска ма? Мама 5 миллион дегеніңіз ұят болды ғой. Шай ғой. Айналайын 5 миллиондық келі. Ошым қысқасы, сізге ақша керек қой. Ошым бір кісі бар, таныс. Сол кісіге барайық. Короче, сен айтқан адамға барайық. Ойландым мен. Bir klient. Қош келдің, қошқаным. Алтынай тыныштық па? Көріп тұрсың ғой не болғанын? Жаман ақырып атсың, даусың қатты шықты ғой. Су ішесің ба? Жоқ. Манты жейсің ба? Қандай манты? Адам өз жүрек айнып өлейін деп жатса? Далбасылап айта салдым да. Бірақ жаман ақырып атсың, кәдімгі шошқа боғыздап атқан сияқты дауыс шығып жатыр ғой. Көрер едім сен осындай жағдайға түссең не істейтініңді. Алтынай, жаным ренжіп қалдың ба? А? Алтынай. Бәрін алдық ба? Бәрін алған сияқтымыз, жазған нәрсен бәрін. Сен осы базарға кірсеңдер жоқ болып кетесің осы, Енді дұрыстап таңдап алу керек қой. Енді бір картошкаға 4 сағат жүресің бе сонда? Киім қарғандай болдың ғой? Енді дұрыстап таңдап алмасақ үйге барған екен. Отырамыз ғой, 2 рет шығын болдық деп. Ішіне шіріктер шыққаннан кейін. Білмейме. Осы барлық әйелдер осындай ма? Жоқ әлде мен маңдайым сондай қатын тіпті ма? Базарға кірсе бір жоғалып кететін осы. Ойбай, не болды? Қартайғанда өкінейін дедің бе? Әлде мені кәрі деп ұнатпай тұрсың ба? Құмаш, қайдағы ұнатпау, Рас қой? Не айта алмай тұрсың? Айтсайшы? Кәрі екенің өтірік пе енді, қартайғаның? Сен ше? Сен жасым деп тұрсың ба? Екеуміздің де жасымыз келе жатыр ғой. Айнаға бір сәт қарасайшы. Ойбай, жете қартайдың деп. Болды, қош, мақұл. Бір нәрсені айтса, бір нәрсені айтып қуып кетесіңдер. Өзің деп бастап. Мақұл, қош. Әпше, 2 ай болды свет төлемегендеріңізге. Төлейміз балам. Шыдаңдар енді, жақында айлық түседі. Әпше, тағы 1 апта уақыт берейін. Болмаса айып етпеңіздер, светті бізге 40-ға тура келеді. Жақсы, рахмет. Жарайды. Рахмет балам. Алия, қалайсың жаным? Қалайсыңдар, бала шағаларың өсіп жатыр ма? Иә, жақсы ғой, жақсы болғанда, иә, тыныш. Алия, бір айлыққа дейін 20 мың теңге бере тұршы. Айлық қалай түседі, солай қайтарам. Ой, ол бала емес, бәле болды ғой. Таң атса кешке дейін ұйықтайды, кешке қаңғырады. Енді жұмыс істеп жатса, олай ақша сұрамас едім ғой. Иә, әкесі тірі болғанда да, деймін да осындайда. Иә, хабарын айтшы. Болып жатса, бір аптада светті қиып кетем дейді. Жақсы. Сау бол. Жасик! Жасик, қаяқтасың? Ау, папа. Ұйқың қандырып тұрдың ба? Бұлар жатады, біз базарға барып, осылардың жетіндерін тасып жүреміз осылардың. Ой, айтпадыңыз ба? Өзім ақ білетем ғой. Үндемей кетіп қапсыз. Сен барасың базарға. Ұйқыңды қандырып болғанша кеш болады. Тасыдай болғанмен. Не алып келгенсіздер? Алтынай қаяқта? Алтынай ма? Алтынай ше. Ауырып жатқан сияқты ішін ұстап жатыр ше. О, Құдай сақтасын. Тағы не болып қалды? Келе бер аурудан көз ашпады ғой, Енді мама, 2 қабат қойса күтіну керек қой. 2 қабат па? Иә. Күтіну керек па? Иә да. Сен оның бәрін қайдан білесің,
Осы біз көтергеннен туғанға дейін тірлігімізді жасадық, үйге де қарадық, күйеуіміздің де жағдайын жасадық. Білмеймін, қазіргі келіндер қит етсе ауырып қалады. Шаршаса болмаса анау 9 айға командировкаға ана не курортқа жіберейік те, кішкене дем алып келсін. Онда сөйтек мама я, что-то Далбаслама. Қарсы бұны қатын жанды екен. Осы бар ғой меселіші, о тоба, қатын жанды болады деп ойламаппын мен. Тасана бәрін кіргіз, шай қойайын мен. Осы ғымын. Әйеліңнің сөзін сөйлейін десең, мамаңа жексұрын боласың. Мамаңның сөзін сөйлейін десең, әйеліңе жексұрын боласың. Ой, мамасының баласы деп. Бұл үйлену оңай, үй болу қиын деген осы екен ғой. Әр қайсына жағам деп өлетін болдық қой, көңіліне қарап бәрін. Мама. Не? Мам, уайымдамаңызшы, бәрі жақсы болады. Не жақсы болады? Құр сөзбен не жақсы болады? Көріп отырсың, көрген күніміз мынау. Светтің ақшасында төлей алмай отырмыз. Ал сенің жүрісің дардай болып, не ақша табайын демейсің. Не өсейін, не өнейін демейсің. Әй, саған қанша айтса да миыңа кірмей ақ қойды ғой. Мама, сөз берем. Барлық жақсы болады. Мен қазір тұрып жұмыс қарастырам. Қалай қарастырасың? Кешке келесің. Жұмыс таппадым. Оқиды, сұқиды деп. Көрдің ба? Оян деп тұр ғой. Көзіңді аш, ей қазақ деп тұр ғой. Негізі ояну керек қой өзгеше. Ұйықтап жатырық қой біздер ше. Киноны көріп жатқандар бар ғой. Шетінен жылады ғой, патриотты ұстап. Қой, сен де жыладың ба? Білдірмей жылап аласың ғой. Не түйдің анау кинодан бірдеңе түсіндің ба? Не түйгенде бар ғой? Кезінде қазағымызды бар ғой. Ұрған, соққан, жеген, атқан, бірін-бірін сатқан, сондай ғой. Негізі ше, тілімізді, жерімізге жанымыз ашмаса бар ғой. Сырттан келіп біреу жан ашмайды ешкім. Базар жоқ қазір. Кәде патриот болып қалсаңыз не? Мықты екенмін. Негізі патриотпын ғой мен. Ояну керек негізі бізге шынымен жай. Ақсырат өзің қойсың? Жақсы, сендер жақта тыныш па? Тыныш. А жақта армия, военкомат деген қырып әкетіп отыр ғой. Мыңмен қашып келгенсің ғой. Иә. Қырып әкетіп отыр ғой. Брат, мынау біздігін есептейсіз? Болды есеп. Военкомат армия ауыр болып отыр. Оянуымыз керек. Жаңа баланы ұстап отыр. Енді қашып кетпегенде не істеймін мен енді? Сен өзің ондай әйел болады деп айтқан жоқсың ғой маған? Немене ойлан ол? Шошқадай біреу шықты ғой. Қалай бәрібір емес па? Короче, ондай жұмыстарын өзің істе. Өзің сондай қатындарға барып жүре бер. Давай, звондама маған. Қалай болдың? Нормально. Кіммен сөйлесіп жатсың? Балдар ғой, мейді ашты. Әйел, біресе деп жатыр едің ғой. Мен ба? Не ғой, кеше бір әйелге көмектеспекші болғанбыз, соның несі ғой. Не үшін? Не үшін болғанда қиналып жүр екен, соған анау затпатпен көмектескенбіз ғой, балдармен барып ше, апарып. Әйтеуір. Жасик, сен басқа біреумен сөйлесіп жүрген жоқсың ба? Жынды оқығасын ба? Тем более өзім енді үйлендім ғой, не істеймін оларды? Қой, Құдай сақтасын. Күніге кеш келесің, саған үндемей жүргенмен маған бола береді деп ойлап қалма тағы. Алтынай, сен бұндайың жоқ еді, не болған саған? Бар. Еще как бар. Абайла.
ойбай, мынаның әжептәуір мінез бар ма дедім ғой. Бұндай екен білмей қалмаңыз. Көрші қуып келіп жатқан жоқ па? Көрінбейді бұда. Жоқ па? Тоқташы. Дыхание өшіп қалды. Өшіп қалғанда. Мына денеңмен менен осып кеткен сен. Мен бұл денемен пойыздан озам ғой. Пойыздан озам. Жақан қазақ елі, мау елім, жерім деп. Армия дегенің мыңмен қаштың ғой. Дұрыс қой, не істейсің басқа? Не істейсің? Бармайсың ба армияға? Патриотсың ғой ақыры. Ой, не бар ол жақта? Құдай сақтасын, бірдеңе болмаса шығамыз ғой. Шығасың ба, или жаңағыдай төрт аяқтап қашасың ба, или? Явно сондай бірдеңе болмаса, до конца тұрамыз ғой. Тұрғанда. Тура жаңа бір оян қазаққа кірген сияқты болып қалдық. Күліп кіріп, жылап шығып, доп-осе болып кеттік қой. Қашып кеттік. Кеме тұрғанда кетіп қойдық. Балам, бер келші. Ау, мам. Ау. Сен машинаң не болып жатыр өзі? Не болғанда, сол адамдар келеді да, көреді да, кетіп жатыр ғой. Сұрап жатқан жоқ бұлай ақшаға. Сен сол машинаны сатпай қоясың ау. Неге? Алтындарым жинап қойған едім де, осыны апарып өткізіп, сосын қалған ақшасын бірдеңе табармыз. Қалмал берейік, ұят болды ғой. Мам, қойсаңызшы. Бұл сіздің заттарыңыз ғой. Қойшы, ақшасы табылар. Қалсын өзіңізде. Ойбай, менікі болса не болыпты? Ертең бәрі орнына қайтып келеді ғой. Ұят болды ғой, масқара. Қалмал беру біздің міндетіміз ғой. Рахмет мама сізге. Құдай қаласа, бұдан да күшісін алып береміз кеше. Ой, жаным ау. Ең басы сен аман болшы. Қанша болады дейсің? Көрейін бар өткізбе. Иә, көр. Жақсы, рахмет мам. Бопты. Той, осы не құдіреті бар екен, а? Тура осы видеодағыдай жасайсың, бірақ быт-шыт болып шығады. Или бірдеңесін жасарып қалам екен олар. Кезінде осы жүре бермей үйреніп ала салмаппын ше. Қазір абыроймен жүретінен басты көтеріп. Пысық болып кеттің. Еще жұмыс істейік десе қашатынен ғой сен? Дұрыста, бұл жүрісіміз болмайды. Далбасалап үйленетін жасқа келген кезде. Ой, сен далбасалап жүрген жердің, мен нормально жүрмін. Қойшы, сен далбасаламай күште жүрген осы ма сонда сен? Аппаратқа ақша салып, тем более қадалып бүкіл ақшаны. Ой, көтерген кездерімізде бар. Қашан көтердің, қашан? Жылына бір рет көтеретінің ба? Не жұмыс істейін деп жатсың енді өзің? Білмеймін ғой, әйтеуір бір тірлік істеу керек те, ақша табатын. Ата-ана мамашканың айлығына күн көріп уже ұят болып кетті ше. Просто ойланып көріңдерші, өзімізбен бірге жүрген жайсықты айтамын да. Әйтеуір жұмысы бар, үйленіп алды. Соқса әйтеуір үйде абыройлы болып жүрсең жақсы да. Ақыл кірейін деп мына кәдімгідей. Ас берейік те бәрім жабылып кәдімгі. Ақыл кірді деп саған. Сорлай, ас беретін ақшаң да жоқ қой. Жібересің осы бірдеңе. Сен табу керек қой бәріміз. Қалтай, қалайсың? Онша емес. Неге, не болды? Жүктілік былай қиын болады деп ойламаппын ше. Неге? Ештеңе көргім келмейді, жегім келмейді. Жылағым келіп тұр. Онда сен бала туасың ғой, короче. Сен қайдан білесің? Мамашкілер айтқан ғой ада. Естіп қалғамда, бала туасың сен. Біраз нәрсе білетін сияқтысың ғой. Мен білмейтін жердің астында ғой. Баяда талай курстарға қатысқан ғой жүктіліктің. Ойнап айтамын. Не ғой? Сен тамақ іш енді. Тамақ ішпесең болмайды, ана ішіндегі бала өсіп келе жатыр. Ол да қоректену керек қой бір нәрсемен. Горилла ішкім деп жатыр. Горилла? Не қылмақшын ол зиян затты? Ішімдегі баламызды ішкісі келіп тұр, мен емес. Өйстіп қатын жанды бола береді екенсің ғой жаймен деп. Бұлар өзі екі қабат кезден бастап айтқанын істетеді екен ғой. Баламыз ішкісі келіп отыр деп жаймен алдай сағаншы бұл. Қойшы, ештеңе демей әкеп берші. Мақұл. Аллам, горилладан басқа затқа жер қыла көрші. Мысалға темекі.
Ана балаға алтындарымды бердім. Е? Апарып өткізіп, ақша қыл дедім. Қалмалды орын толтырып берейік те. Ят болды ғой. Әй, өсіп созып жүрсек, біз берген ақшаға көмітті қалар соңында. Оның үстіне келінді аяға бар. Қой, ят болады. Не, бір тиынды түсейін деп жатырмын сонда? Енді отырайық саудаласып, түсесің бә, түспейсің бә деп. Адамды аңсап болмаса қиын екен ғой. Бірақ құдақ еткіде дұрыс шығар. Қыз беру оңай емес қой қазір. Біздің берген қалмалымызға қызына дүние береді ғой. Ол дүниенің бәрі осы үйге келеді. Жоқ, біз құдағыға пәлен түген деп жатырмыз ба? Не алса да өзінің еркі. Қымбат дүние алды оқым жоқ қыз бұзыларға. Бәрі біздің беру міндетіміз ғой. Берейік. Ең басы жастар бақытты болсын. Құрсыншы. Мақұлауды. Жайсик. О, Жайсик. Мұражан, қалай жала? Қалай жасық, аманбай? Жақсы, аман-есен, жүрсің. Жаңалық қой сен. Жүргем саған келген бір. Тыныштық па? Бір жағдай қиын болып тұр. Не болды? Бір 20 мың теңге қараса тұршы. Обязательно қайтарам. Срочно. Бәсе, ол қалай іздеп кеп қалып болды. Мұра көрірсің ғой өзіңде, мен қалың мал таппай ит болып жүрмін ғой. Тірнектеп жинап жүрмін ғой. Болса беререм досым. Сенде ол да бар екен айтқандай. Иә. Миллион. Мен ішке кіріп шығайын, сен не істейсің? Қайтам ғой үйге. Олда мен қазір кіріп шығайын ішке. Аяққа кетті. Ей? Опай. Деген жаман суып кетті ғой енді. Жаман жылдап қалып қаяқтыр. Көнді ыстықта кеше қарай суық барды. Қалай? Ал, таптың бақша. Қайдан келесің? Қойды біреудің қашып жатқан құсап. Қайдан келесің? Бір жерден келіп жатырмын, жоқ. Тапқан жоқпын әлі. Кімнен сұрадың ба? Жасиктан? Сұрадым, ол да жоқ деп отырмын. Ой, Жасик ақша берсе, аспан айналып жерге түседі ғой. Уайымдама досым, нормально. Табамыз. Сіздер қайдасыңдар мәсіңдер? Қайтқанда біраз отырамыз ол. Дуырдалар мазасын алайық, отпаймыз біраз. Үйге қайттым ондай. Болды. Ақжол. Уайымдама, нормально бар, табамыз. Ана, қатты жүдеп кетті. Азан ба? Келдім. Алам? Не болды? Көңіл күйің жоқ қой. Не болды, тыныштық па? В общем, мамасыз берген алтындарды жоғалтып алдым. Бір. Жоғалтқан несі? Қалай жоғалттың? Қалай жоғалттың деймін? Білмеймін, машинада тұрған сияқты қарасам жоқ. Қайда қойдың, қарасайшы енді бұл. Мына бір ше, Аллақастар не ойлап жүрсің өзі? Айттың ғой, адам ойттып бұл. Қоя тұршы. Аллақастар бұл.
Айтса қайда жоғалттың? Есіге түсірсе қайға жоғалттың, а? Білмеймін, мама. Өткізуге барған ем, қалтамда сияқтады, қалтамды қарадым, жоқ. Машинаны қарадым, жоқ. Таппадым, в общем, 2 сағат айналып жүр. Қарамаған жерім жоқ. Осыған сен де беріп алтын. Осай. Сөйтіп көрмедім дейсің ба, Мұра? Жасик, мен саған 1000-ші рет айтып отырмын осы мен. Білмеймін ештеңе, мен ұрып өрт тұрсың осында сен. Сен өзің ойлашы енді, Мұра. Мен үйден шығамын. Машинаға алтынды қоямын. Именно сол кезде сен келесің. Ары қарап мен үйге кіріп кетемін. Одан кейін мен вообще адам көрген жоқпын сенен басқа. Сонда мен кімнен көруім керек? А? Жасик, осынша жыл бірге жүріп, осылай жүріп, мен саған сондай нәрсе істейді дейсің ба? Менен күдіктенетіндей не болса? Ешек, сен кім лоқ көріп тұрсың ба? Именно саған ақша керек болып ұрлап кеткен білмейді дейсің ба? Бұл мамашкының алтыны ғой, қалың малға жинаған. Жасик, ана заттарыңды көтіңе тық түсіндің ба? Мен ештеңе білмеймін. Әлесімде сағынымы туыңай, құшақтата алмаймын өкінішке орай. Енді ештеңе де бұрынғыдай болмайды, қайта қосылғаннан гөрі менің қазіргі